Hayırlı gün kazayla. Bugün uykudan tursam bir номер звондайды ғой. Үйде сватать посылка передача беріп жіберіп деп түсінбей қалғансың ғой. Сонымен шығыңызшы деп. Кеше бірақ сестрам зат салып жатырмын деген есімнен шығып кеткен ғой. Не салып жатыр деп сонымен қазір көрсетейін. Әке мен шешенің орны бөлек қой жалпы өмірде. Мынау жерде қазы, әсет, жылқының еті салып жүріпті шешем. Анау кенже баласының өзі мен ғой, енді ең кенжесі үйдің. 40-тан ассам да 40-тан асқан баласына әкесінің жоқтығын білдіртпей осындай ойлап отырып, сонау Қызылордадан Алматыға осындай қазы қартасын, етін бәрін бөлек-бөлек салып, мәшітте көрсетпей қояйын, қырған пакет бар енді мына жақта да. Әрең алып кірдім үйге. Өзің жасаған қазың өткенде келіп, өзің жасаған әсіптерің деп оны салып жіберіпті. Морозилкадан алып салдым бәрін деп, әкемнің жоқтығын білдіртпей, анамның беріп жүрген, әскерге передача беріп жүрген сияқты, армияға баласының артынан посылка беріп жүрген сияқты, менен далада жүргеннен кейін сыртта жүргесін мен уайымдаған түрі ғой енді анашымның. Мына жерде қызықты айтпай-ақ қояйын, мынау қайдан келді демеңіздер. Жаңа қап көрдіңіздер ғой, ол қапты наның сыртынан қаптаған екен. Менің сестрам айтады ғой, енді екі қызбыз үйде, қыздардан. Сенің шешеңнің байлаған нәрсесін шешу мүмкін емес қой дейді. Кеше өзінде бір алма тұр екен. Анау менің семерянкам ғой, менің алмам ғой, неге албағансың ба деп прикол ұстағанмын ғой. Қалжыңдап сөйтсем, сен шешеңнің байлаған дүниесін ашу мүмкін емес, біздің де несібеміз бар шығар деп прикол ұстап отыр да ол да. Сөйтсем, бұдан не бар дейсіздер ғой, қазір ашамын. Сестрамның айтатындай бар ғой енді, сумка, қаптың ішінде сумканың ішінде андай пакет қой. Ай, анашым-ай. Біреу алып жеп қоятындай осындай нәрселер не бар дейсіздер ғой, қараңыздар енді. Ай, нағарысаңыздаршы. Есіктің алды енді 1 гектардай жер почти. Марқұм әкем мен анамның өздерінің қолмен еккен жемістері ғой. Алманы толтырып, осыны естеріңізде болса, күзде мен октябрь айының аяғында мен өзім өз қолыммен жинап, базға бәрін жәшіктеп сорттап кеткенмін. Соны өзі жесін деп беріп жүрген түрі ғой. Әкемді жоқтатпай, әке орнына әке болып жүрген анашымнан айналдым. Осындай зат салып жүрді артымнан. Шыдамай кетіп, өзім асығып тұрсам да салт алмасын жуып әкеп алғансың ғой. Алманы есін ескесем, әкемнің құшағымнан құшақтап тұрып, ескегендей болатын сезімде қалдым қазір, шыны керек. Анам орнында, әкемнің орнында әке болып, ананың орнында ана болып, бала шағасының қамын ойлап жүрген анашым 100 жасасын деп айтам. Жалпы ананың да орны өте ерекше ғой. Ешкім тірі жанды өлімге қимайды ғой жалпы. Әкемнің құшағында қысып тұрып иіскеген әкемнің иісі сияқты сезінетін болдым қазір осы алманы көрсем. Өткенде октябрь айында аяғында өзім бақшадан жинап кеткем жәшіктеп. Жыл сайын папам осы Гүлжанаттың алмасы, осы семерянка деп маған артымнан салып жүріп тұратын, және өзім барғанда қаптап салып жүретін. Мынау енді өзінің красный крепсон деген алмамен будандастырған бір сорт, өзі енді керемет, өзі будандастырып жасаған. Дәмі вообще керемет енді. Қазір енді жеуге де қимайсың, есін ескеп, әкеңді есіңе алып, осындай бір керемет шақтарда отырасың, бір кезеңді есіңе аласың, өткенді есіңе алып. Тамаша. Анама мың алғыс. Әкемізді жоқтатпай, қанша жасқа келсе де, жалғыз жүр ғой осы қыз деп, маған кішкене алаңдаулы болады. Сондықтан беріп жүрген посылкасы, енді мен әскерде жүрген баласына салып жібергендей болып сезінесің, енді бұндай уақытта өзің алыста жүргеннен кейін. Осындай жағдай.
әкеміздің әрбір естелігі бар. Қара шаңырағымызға барсақ, әрбір жолында ізі қалған. Даже кішкене бір мусор түсіп кетсе, сыпыруға да қимаймыз кейде. Сондай бір шақтамыз. Сағына еске албай айтып отыратын естеліктері өте көп, осындай тірі естеліктері деп айтамыз ба, не дейміз. Артында бала шағасы, немере шөберелері жесін деп қалдырған бақшасының жемісі әкемізден қалған. Бізге ас болсын. Келіңіздер қонаққа.